Жұмсақ хош иісті қайнатылған сгущенкамен жаңға қосылған нағыз тәтті өрілген нан дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқа, қант, сүт және де сары майды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне ашытқыны қосып, жақсылап араластырып, 5 минут уақытқа қоя тұрамыз. Келесіде үстіне ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырымызды жылы жерге бетін жауып, 1 сағат мөлшеріне қоямыз. Енді көтерілген қамырымызды оқтаумен жайып, және де ортасына сгущенканы қолданамыз. Менде Рогачевтың сгущенкасы, барлық жеріне осылай қасықтың көмегімен сгущенканы жағып шығамыз. Салмасына кез келген қалауыңыз бойынша жаңғақ қолдансаңыз болады. Менде грек жаңғағы болды. Грек жаңғағын ортасына үгітіп сеуіп аламыз, және де осылай рулет тәрізді ғып орап шығасыздар. Видеода көрсетілгенде ортасына пышақпен кесіп, қамырымызды өріп шығамыз. Домалақ пішімге келтіріп, үстіне жұмыртқан сарысы мен сүтті қосып, кесішкамен барлық жерлеріне жағып шығасыздар. Пешті алдын ала қыздырып, 180 градусқа 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Қыздар, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады екен. Мінекей қыздар, біздің тәтті нанымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Менің парақшамнан қыздар осындай жеңіл рецепттер таба аласыздар. Маған тіркеліп, мені видеом ұнап жатса, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.